Қайырлы күн, құрметті 8-ші сынып оқушылары, сіздермен Сымбат Самат. Бүгін бізде ағылшын тілі пәнінен 4-ші тоқсандағы бірінші БЖБ. БЖБ-ның тақырыбы Food and Drink. БЖБ-ның бірінші тапсырмасы бізде Reading бөліміне арналады. Read the text and answer the questions. Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беру керек. Eating out, яғни сырттан тамақтану. Мен қазір сіздерге мәтінді оқымаймын, бірден тапсырманы орындаймын. Бірақ бұл мәтіннің аудармасын осы видеоның астындағы описанияда қалдыратын боламын. Мәтін бізде ресторандар туралы, яғни осы аптаның соңында сен қай жерге барғың келеді, жаңа бір нәрсе татып көргің келе ме, осы ресторандардың қайсысын таңдайсың деген сияқты сұрақтар және осы түрлі ресторандар берілген. Ал бұл мәтіннің астындағы тапсырмада бізде write the correct letter, one restaurant is extra дейді. Яғни бізде мұнда 1-ден 6-ға дейін сұрақ берілген және оның астында A, B, C, D, E, F, G әріптермен ресторандардың аты берілген. Яғни мына сұраққа сәйкес қай ресторан екенін табуымыз керек, әріппен белгілеп жазамыз. Бір ресторан бізде артық қалу керек. Ендеше кеттік, бірінші сұрақ. Which restaurant serves hot and spicy food? Қай ресторан ыстық әрі ащы тағамдарды ұсынады? Дұрыс жауабы бізде F. Last days of the Raj. Екінші сұрақ. Which restaurant only has desserts and sweets? Қай ресторанда тек қана десерттер мен тәтті нәрселер беріледі? Дұрыс жауабы E. The chocolate box. Келесі үшінші сұрақ. In which two restaurants can you listen to some great music? Қандай екі ресторанда сен керемет музыка тыңдай аласың? Дұрыс жауаптары B. Your local cafe and G. Musical chairs. Келесі төртінші сұрақ. Which restaurant is good for people who do not eat meat? Қай ресторан ет жемейтін адамдарға жақсы? Жауабы A. The Lemon Tree. Бесінші сұраққа назар салайық. Which restaurant employs staff trained in Europe? Қай ресторан Европада стажировкадан өткен адамдарды жұмысқа алады? Дұрыс жауабы C. A Taste of Tuscany. Және соңғы сұрақ. Which restaurant serves an all-day breakfast including sausages, bacon and eggs? Қай ресторанда күні бойы таңғы астар беріледі, соның ішінде шұжықтар, бекон және жұмыртқалар? Дұрыс жауабы B. Your local cafe. Барлық сұраққа жауап беріп шықтық. Бұл жерде бізде D. Fast Best деген ресторан артық қалды. БЖБ-ның екінші бөлімі бізде Speaking. Тапсырмасы Discuss the questions in a class, яғни сыныпта пікірталас өткізу. Төменде берілген сұрақтар бойынша барлығы Food and Drink деген тақырыпқа қатысты пікірталас жүргізесіздер. Мына төменде берілген сұрақтар сіздерге өз сөзіңізді, спичіңізді дайындауға көмектеседі. Мысалы, бірінші сұраққа назар аударайық. Which restaurant would you choose to go to and why? Сіз қай ресторанға баратын едіңіз және неліктен? Бұл сұраққа былай жауап беруге болады. I choose Italian restaurants. Italian restaurants are stylish and elegant high-class establishments. Here, the service is at a very high level. The interior is thorough to the smallest detail, and the food is most often taken care of by a world-famous chef. Екінші сұрақ. Have you ever tried foreign foods? Describe your experience. Сен шетелдік тағам жеп көрдің бе? Шетелдің тая басқа бір елдің тамағын. Өзіңнің тәжірибеңмен бөліс. Бұл сұраққа былай жауап беруге болады. I have tried many foreign cuisines, but the one that I have remembered was Chinese. It was very spicy and extraordinary. I didn't like it. Бұл жерде мен мысалы көптеген шетелдік тағам түрлерін татып көрдім. Соның ішінде маған есімде қалғаны Қытайдың тамағы деп айтқан болатын. Сіз мысалы Қытай емес, басқа бір елдің тамағын айтсаңыз болады. Өз тәжірибеңізге, өз ойыңызға байланысты. Келесі үшінші сұрақ. Do you ever go on diets? Do you think diets work? Is dieting dangerous in your opinion? Сен диетаға отырып көрдің бе? Сенің ойыңша диета ол жұмыс жасай ма? Диетаға отырған қауіпті ме? Қалай ойлайсың? Бұл сұраққа былай деп өз пікіріңізді білдірсеңіз болады. Yes, diets do work. Anything that creates a caloric deficit works, but diets give you a short-term solution to a long-term situation. You have to eat every day to stay alive.
If you are eating in an unsustainable way, it's quite possible that when you reach the end of one diet, you will stumble right into another one. Төртінші сұрақ. Do you think that we eat better now than we did in the past? Explain your answer. Сен қалай ойлайсың, бұрынғыға қарағанда адамдар қазір жақсы тамақтанады ма? Өз жауабыңды түсіндір. Бұл сұраққа жауап. Although our parents may have eaten more home-cooked meals and the fresh home-grown vegetables, a Food Standards Agency report actually found that we eat more fruit, exotic vegetables, chicken and turkey now than we did 50 years ago, as well as more lower fat dairy products, all of which are much better for our health. Бесінші сұрақ бізде ГМО-ға қатысты. Do you agree with genetically modifying the food we eat? What are the advantages of genetically modified food? What are the disadvantages? Яғни ГМО генетикалық модификацияға ұшыраған тағамдар. Қазіргі біздің жеп жатқан тағамдарымыздың генетикалық модификацияға ұшырауына сен келісесің бе? Генетикалық модификацияға ұшыраған тағамдардың жақсы жақтары қандай, немесе жаман жақтары қандай? Мысалы, бұл сұраққа жауап: Yes, GMO foods are carefully studied before they are sold to the public to ensure they are as safe as the foods we currently eat. These studies show that GMOs do not affect you differently than non-GMO foods. Advantages of GMO foods include added nutrients, fewer pesticides, and cheaper prices. Disadvantages of GMO foods can be allergic reactions or increased antibiotic resistance. Және соңғы 6-шы сұрақ. Do you think the following sayings are true? Why not? An apple a day keeps the doctor away. Carrots help you see in the dark. Мына сөйлемдер дұрыс деп ойлайсың ба? Дұрыстығына келсесің бе? Неліктен? Яғни an apple a day keeps the doctor away деген ол ағылшын тіліндегі мақал. Яғни күніне бір алма жесең, онда дәрігерден аулақ жүресің деген сияқты тура переводы. Екіншісі, сәбіз саған қараңғыда көруге көмектеседі деген. Осы жерде мен мысалға сәбізге қатысты мақалға жауап беріп кетейін. It's true, carrots are rich in the compound beta-carotene, which your body uses to make a form of vitamin A that helps your eyes adjust in the dark. That's just one of the important links between vitamin A and the eye health. Яғни мен дұрыс деп ойлаймын, немесе шындық деп ойлаймын, себебі сәбіздің құрамында осындай витаминдер сен көруіңе көмектеседі деген сияқты. Сіз алма туралы мысалы мақалға келісетініңізді келіспейтініңізді айтсаңыз болады. Достар, осымен менің кезекті талдауым аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоларым пайдалы болса лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда тағы талдаулар болады.